Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 8 сынып физика 28 жаттығу. 1. Жабық стадионның ойын алаңында жүрген спортшылардан 4 көлеңке түседі. Оны немен түсіндіруге болады? Стадиондағы жарық түсіретін үлкен 4 прожектор нәтижесінде адамның 4 көлеңкесі пайда болады. Кеттік, келесі бізде. Бойы 1,8 метр адамның шуақты күндегі жерге түсіретін көлеңкесінің ұзындығы 90 см, ал ағаштың көлеңкесі 10 метр. Сонда ағаштың биіктігі қандай дейді? Енді қараңыздар. Бізде мынау L1 деген адамның көлеңкесі, L2 ағаштікі. Мына жердегі бұрышты альфа деп алайық. Сонда қараңыздар, менде тангенс альфа бірінші адам үшін жазатын болсам, ол қарсы жатқан катеттің іргелеске қатынасы, значит H1-дің L1-ге қатынасы болады. Ал енді ағаш үшін жазатын болсам, тангенс альфа ол қарсы жатқан катет H2-ның L2-ге қатынасы болады. Менде тангенс альфа екеуінде де бірдей, значит H1 тең болады L1 бөлінген H2 L2, екеуі бір-біріне тең. Осы жерден H2-ні табатын болсақ, ол тең болады H1 көбейтілген L2 бөлінген L1 болады. H1 көбейтілген L2 ол 1,8 көбейтілген 10 бөлінген 0,9. 1,8 0,9-ға бөлсек 2 болады. 2-ні 10-ға көбейтетін болсаңдар 20 метр болады. Жауап 20 метр. Кеттік, келесі. Көше шамы 3 метр биіктікте бағанада ілініп тұр. Ұзындығы 1,2 метр болатын тігінен орналасқан таяқтан түскен көлеңкенің ұзындығы осы таяқтың ұзындығына тең. Сонда таяқ бағанның түбінен қандай қашықтықта орналасқан дейді. Мына жерді қайтадан мен альфа деген бұрышпен аламын. Енді қараңыздар, менде тангенс альфа тең болады H2 бөлінген L2-ге. Ал енді тангенс альфа шам үшін жазатын болсам, ол H1 бөлінген L1 болады. Екеуін қайтадан теңестірем. H2 бөлінген L2 тең болады H1 L1-ге. Енді осы жерден маған қазір керек болып тұрған нәрсе, ол L1, ол тең болады бізде H1 көбейтілген L2 бөлінген H2 болады. Мендегі H1 ол 3-ке тең, L2 деп отқанымыз ол 1,2-ке тең, ал H2 деп отқанымыз ол тоже 1,2-ке тең болады. Мына 1,2 мен 1,2 қысқарады да, менде қалатын нәрсе 3 метр болады. Енді қараңыздар, мен дельта L-ді табатын болсам, L1 азайту L2 болады. L1 3, 3-тен азайтам 1,2-ні, ол менде 1,8 метр болады. Жауап 1,8 метр. Кеттік, келесі. Жарық көзінің өлшемі жартылай көлеңкенің алатын аумағына қалай әсер етеді? Жарық көзінің өлшемі қанша есе өссе, жартылай көлеңкенің аумағы сонша есе өседі. Кеттік, келесі. Шуақты күндегі үйден жерге түсетін көлеңкенің ұзындығы 40 метр, ал биіктігі 3 метр болатын ағаштың көлеңкесі 4 метр. Сонда үйдің биіктігі қандай дейді? Енді мына жерді альфа деп алатын болсам, менде тангенс альфа бірінші ағаш үшін жазатын болсам, ағаштың биіктігі ол қарсы жатқан катет болады, бөлемін L2 ағаштың көлеңкесіне, ол іргелес жатқан катет болады. Тангенс альфа енді үй үшін жазатын болсам, ол менде тең болады H1 бөлінген L1 болады. Екеуін бір-біріне теңестірем. H2 L2 тең болады H1 бөлінген L1-ға. Маған осы жерден H1 керек болады. H1 тең болады H2 көбейтілген L1 бөлінген L2 болады. Біздегі H2 деп отқанымыз 3-ке тең, ал L1 деп отқанымыз 40-қа тең болады, ал L2 деп отқанымыз 4. 40 мен 4 қысқарады. Мына жер 10 болады. 3-ті 10-ға көбейтетін болсақ, 30 метр болады. Жауап 30 метр. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, все қоңыраушасын басып қой. Видео сабақты достарыңа тарат.